Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ермаханова Айткүл Әбдіхалыққызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазіргі сатиралық театрлар. Оқу мақсаты: тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдау, тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру. Бағалау критерийі: тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдайды. Тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құрады. Сабағымызға кіріспес бұрын біз өзіміз бұрын меңгерген алдыңғы білімді еске түсіріп өтейік. Оқушылар, бірінші ғылыми стиль. Ғылыми стильдің қолданылу аясы ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамаларда, лекцияларда қолданылады. Мақсаты: заттар мен құбылыстардың жалпы ерекшелігін ашып, мәлімет беру. Бұл стильдің стильдік ерекшелігі дәлелді, зерттелген, тура мағынада алу. Тілдік құралы: ғылыми терминдер, осы өткен шақтардағы хабарлы сөйлемдер. Публицистикалық стильдің ерекшелігіне тоқталайық. Публицистикалық стильдің қолданылу аясы газет, журналда, жиналыстар мен митингілердегі сөздерде қолданылады. Мақсаты: көпшілікке әсер ету, құбылыстардың, оқиғаның мәнін ашу, оларға көпшіліктің назарын аудару. Стильдік ерекшелігі: шақыру, үндеу, нақтылық. Тілдік құралы ретінде риторикалық сұрақтар, стильдік қайталаулар, антитеза пайдаланылады. Тезис. Тезис дегеніміз не? Тезис мәтін абзацтарында баяндалған негізгі мәселелердің жинақталып, қысқаша тұжырымдалған жазба нұсқасы. Тезис саны мәтінде берілген ақпараттар санымен бірдей болады. Тезис жазуға қойылатын талаптар: тақырыпқа сай болу. Екінші, мәтіндегі ойдың қысқа және логикалық байланыста жазылуы. Үшінші, қысқа сөйлемдерден абзац түрінде жазылуы. Төртіншіден, жоспарда мәселенің тек аты аталса, тезисте сол мәселенің шешімі ашылуы тиіс. Біз оқушылар бұл ақпараттарды бұрыннан да білеміз, бұрынғы өткен сабақтарымызда қайталап өтіп келе жатырмыз. Дегенмен біз бүгінгі сабақта сол алдыңғы білімімізді пысықтап өттік. Бүгінгі сабағымызға балалар берілген оқу мақсаттарына жету үшін бірқатар қалыптастырушы тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: төмендегі мәтіндерді мұқият оқып, ғылыми және публицистикалық стиль ерекшеліктеріне қарай анықта және тілдік тұрғыдан салыстыр. Бізге А мәтіні орта ғасырдағы театр деп аталады. Ә мәтіні берілген. Осы А және Ә мәтіндерін оқып, осы екі мәтінді салыстырамыз. Дескриптор ғылыми және публицистикалық стильдерді ажыратады. Мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдайды. Бірінші тапсырманы біз орындап болсақ, оқушылар, енді екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма: тезистік жоспар құру. Біз ол үшін «Мен халқым үшін ашық барақпын» Асанәлі Әшімұлының Арна баспасы Алматы 2014 жылы берілген сұхбатынан үзінді берілік. Осы үзіндіні пайдалана отырып, тезистік жоспар құрыңыз. Жұмыс оқушы дәптеріне орындалады.
Дискриптор. Мәтінді оқып айтылған ойды түсінеді. Тақырып бойынша тезистік жоспар құрады. Оқушылар, мен сіздердің берілген тапсырмаларды орындағандарыңызға сенімдімін. Енді өздеріңіз үшін түсініксіз болған жайттар болса, мұғаліммен кері байланыс орнатуға шақырамын. Үйге тапсырма актер Азамат Сатыбалдының шығармашылық жолы туралы мақала жаз. Сабаққа қатысқаныңызға үлкен рахмет. Сау болыңыз.